Баршаңызға сәлем. Құрамы өте қарапайым, бірақтан ең дәмді әрі ең оңай торттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Қазақша каналды қолдап отырыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, сосын қойылтылған сүт, яғни изгушонканы құямыз да, оған бір шай қасықта разық ретел қосып, жақсылап араластырып алып, енді осыған ұн қосып отырып қамыр илейтін боламыз. Үйлеріңізде тек қана осында қойылтылған сүтпен жұмыртқа табылса, міндетті түрде осы тортты балапандарыңызға жасап беріңіздер. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Енді біздің ыдысымызда қамырды біріктіріп жұмыс жасау ыңғайсыз болғандықтан осылай дастарханға төгіп аламыз да, оны барлығын жақсылап біріктіріп шығамыз. Оның грамын описанияға жазып қалдырамын, міндетті түрде қарап оқып алыңыздар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Енді осы қамырды барлығын бірдей етіп, бір 10 бөлікке бөліп шығамыз. Мінекей, енді осының барлығын осылай дөңгелетіп шығатын боламыз. Осы дайын болған қамыр бөліктерін бетін жауып қойып, бір шетінен алып, барлығын жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етіп жаямыз. Барлық қамырларымызды осылай бір шетінен жайып шығамыз. Мінекей мен осындай табамның өзінің формасындай өлшеміне келетінде осындай қақпақпен шеттерін кесіп алдым. Өздеріңізге ыңғайлы қалаған немен кесіп алыңыздар. Осындай дөңгелек етіп жұқалығы енді осындай болу керек. Қараңыздар, жұқа етіп жаясыздар қолдан келгенше. Уайымдамаңыздар, ешқандай жабысып қалмайды. Барлық көржікті бірден 13-тік көржікті бірден жайып алыңыздар. Себебі пісірген кезде көржіктер өте жылдам пісіп шығады. Міне осы шетінен шыққан нелерді де, қамырды да барлығын біріктіріп, ең соңында тағы 1 штүк шықты. Сонымен 11 штүк көржік болып шықты. Қараңыздар, барлығы 11 штүк көржікті мен жайып алдым. Енді осыны қызып тұрған табаға салып пісіріп алатын боламыз. Бұл барлығын пісіріп шығуға қаншама уақыт кетеді деп ойламаңыздар. Бар болғаны біреуін 25-30 секунд ұстасаңыздар жеткілікті. 25-30 секундтың ішінде көржіктеріміз пісіп дайын болады. Мінекей жылдам пісіп шығады. Қараңыздар, осында бетіне шаріктер шығып, көзіреке шыққан кезде екінші жағын аударасыздар. Сол кезде бірінші жағы пісті деген сөз. Мінекей барлық көржіктерді мен пісіріп алдым. Енді осы көржіктерді жинау үшін біз крем дайындайтын боламыз. Кремді өздеріңіз қалаған крем қолдансаңыздар болады. Тек қана қаймақ пен сахарный пудра, яғни шекердің майдаланғанын, немесе заварной, яғни қайнатпалы крем қолдансаңыздар да өте үйлесімді болып келеді. Мен кәдімгі сметана қаймаққа вареный изгушонканы қосып қолдандым, өйткені балапандарым осы кремді өте жақсы көреді. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға осындай аздап қана кремді қойып, сосын көржіктерімізді қойсақ, сол кезде жинап жатқан кезде торттарымыз, көржіктеріміз жылжып кетпейтін болады. Кремді барынша молдан етіп жағып шығып қойыңыздар. Сол кезде торттарыңыз жұмсақ болып, көржіктерге кремдер өзін сіңіп, енді керемет болып шығады. Менде крем шамалы ғана бір сұйықтау болып қалды, байқасаңыздар. Енді мен осы көржіктер жылжып кетпеу үшін осындай формаға кигіздім. Мінекей, мен барлық көржіктерді жинап шықтым. Енді осының бетіне үйдегі бар осындай жаңғақпен немесе бір көржікті алып қалып, оны ұнтақтап осылай сеуіп шықсаңыздар да болады. Енді тортты қалай сәнде өз қалауларыңызша, мінекей, мен осындай жаңғақты сеуіп шықтым.
Енді осы тортымызды, дайын болған тортты бір 2-3 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Міндетті түрде бір 3 сағат тұрса өте керемет болып шығады. Мінекей мен бір 3 сағаттан кейін алдым тортты. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Қараңыздар, осындай жұмсақ болып кесіліп жатыр. Мінекей осындай қабаттары көп. Керемет, дәм ерекше бір торт. Әрі оңай тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.